осыдан біраз уақыт бұрын біз осы Жылой аудандық орталық мешітін күрделі жөндеуден өткіземіз деп ойластырған болатынбыз, жоспарлаған болатынбыз. Осы мақсатта біздерге Қобыланұлы Берік ағамыз қолдау білдіріп, кәсіпкер ағамыз осы Жылой аудандық орталық мешітінің күрделі жөндеу жұмыстарына 5 миллион теңге қаражат бөлген болатын. Бірақ енді мынау елдегі карантин жағдайы қиындап кетті, халқымыз көптеп ауруханаларға түсіп жатыр. Осы жағдайларды ескере отырып, Берік ағамызбенен менің ойым бір жерден шығып, осы мешітке бөлінген 5 миллион теңге қаражатты қайтадан қарастырып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өмірге үміт сыйла акциясы аясында осы қаражатқа оңтүстік Кореядан арнайы жүрек қағысы, қан қысымы деген адамның жаңағы температурасын өлшейтін арнайы аппараттарды осы 5 миллион теңге қаражатқа алдырып, және Жылой аудандық ауруханасына мешіттің атынан арнайы табыстауды жөн көрдік. Енді Алла бұйыртса, Алла нәсіп етсе, мешіттің жөндеу жұмыстары әлде талай жасалар, бірақ енді халыққа қазіргі уақытта бас амандығы өте қымбат, денсаулық қымбат. Сондықтан осындай қиын жағдайда біз бірге боламыз деп шештік. Аллах та осы ниетімізді қабыл етсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мынау қазіргі мынандай уақытта, індет өшіп тұрған уақытта халықпен біз бірге болайық деп, өз атымыздан осы Жылой ауданына, Жылой аудан мешітіне имаммен бірге мұсылман діни басқармасының акциясында өмірге үміт сыйла деген акциясына байланысты осы Атыраудан жаңағы ауруларға пайдалы өзіміздің денсаулықтарына қарайтын, өлшейтін аппараттарымызда келіп, сол акцияда бірге болуға шара етіп жатырық. Осы қазір жерден мынау ауруханаға барып, соны табыс етеміз. Аурудан, бәледен, қатерден, қауіптен аман болыңыздар. Ары қарай осы келе жатқан құрбан айтымыз қабыл болсын дейміз. Бүкіл Қазақстан баршасына саулық тілеймін. Бүгін бір игі істің жалғасын тауып жатыр. Ауданымызда болып жатқан жаңағы қазіргі індет жағдайында орталық ауруханаға демеушілік көрсетіп жатқан АБС Лимитед мекемесінің басшысы Берік ағамызға және Жылой мұсылмандар қауымдастығы орталық мешіттен бас имам Жаслан бауырымызға көп рахмет. Бүгін орталық ауруханаға реанимациялық керекті медициналық құрылғыға, соның ішінде 5 монитор, бұл жаңағы реанимацияда жатқан науқастардың қан қысымын, пульсін және сатурациясын көрсететін, сонымен қатар жүрек қызметін тексеретін электрокардиограф аппаратын табыстап жатыр. Ауруды сіз болып, біздер болып, індетті ауыздықтауға сондай атсалысып жатқан сіздерге рахмет айтамыз. Үлкен медицина қауымның атынан, орталық аурухана дәрігерлер ең сөз әлемде ла иляха илlallah